Жалпы статистикаға сүйенсек, қазіргі таңда буын аурулары өткен заманға қарағанда өте жиі кездеседі. Олардың ішінде 30 жасқа толмаған жас адамдар да бар. Ғалымдардың зерттеуінше бұлардың себептері дұрыс тамақтанбау, химиялық заттар қосылған, рафинантталған көмірсуларды мөлшерден тыс көп қабылдау және де артық салмақтан болады екен. Біз осы видеода артроз, артриз немесе басқа да буын ауруларына қарсы тұратын 4 препарат жайында айтатын боламыз. Ескере кеткен жөн, ешбір дәрі аз уақытта нәтиже берілмейді, себебі оның бәрі жүйелі жұмыс істеуге арналған препараттар. Егер сізде артрит пайда болса, демек ол диагнозға әкеп соқтырып тұрған сізде бірнеше факторлар бар деген сөз. Егер сізде артрит бар болса, оның мына нақты симптомдарын ескерген жөн. Біріншіден, аяқ қақсау, аяқтың қызуын, жергілікті температурасының жоғарылауын сезесіз және буындарыңыз қытырлайды. Жай отырыс-тұрыста да қытыр-қытыр етіп, буындарыңыз ыңғайсыздық тудырады. Екіншіден, ең басты симптомдардың бірі деформациялану. Буындардың деформациялануы буындардың ісініп кетуіне байланысты жүзеге асады. Тіпті саусақтарыңызда да қисық оңды-солды бұрылған буындарды байқай аласыз. Сонымен қатар, осы буын ауруларына әкеп соғатын нақты 3 себеп туралы айта кеткеніміз жөн. Ең бірінші себептің бірі артық салмақ. Буынға түскен артық салмақтың әсерінен буындардың деформациялану жүзеге асып, буындардың ішінде болатын сұйықтықтың азаюына әкеп соғады. Екіншісі, қанты көп, яғни углеводтары көп тағамдардың жиі қолданудан. Олардың бойында болатын углеводтар буындардың қабынуына әкеп соғады, ал буындар қабынған кезде ішінде болатын сұйықтық азаяды. Сұйықтықтың азаюы сәйкесінше буындардың ауруына әкеп соқтырады. Үшінші себеп С дәруменінің жетіспеушілігі. Енді осы буын аурулардың емдеуге болатын бірнеше препараттар туралы айта кеткеніміз жөн. Әрине, сізде егер буын ауруы болатын болса, онда міндетті түрде дәрігермен ақыл кеңес алғаныңыз жөн. Сонымен қатар тағы бір ескере кететін жайт, егер сіз қандай да препараттарды дәріханадан сатып алатын болсаңыз, онда міндетті түрде оның халықаралық сертификатына назар аударғаныңыз жөн. Себебі біздің Қазақстанда кездесетін көптеген дәрілердің сапасы төмен болып келеді. Сондықтан шетелде жасалатын дәрі-дәрмектерді тұтынған абзал. Ең алғашқы айтатын дәрі-дәрмектеріміздің ішінде глюкозамин мен хондроитин бар. Бұл екі дәрі артықшылығы жағынан қатар жүретін дәрілер. Олар буында болатын арнайы синовалды сұйықтықты толтырып отырады. Қабылдау мерзімі 6 ай, күніне 2 мезгілден қабылдаған жөн. 1 ай сайын 10 күн демалу отыру абзалырақ болады. Осындай емнен кейін сұйықтық орнына келе бастайды. Сонымен қатар С витаминінің орнын толтыру үшін С витаминін және омега-3 майын қабылдаған жөн. Бұл екеуі артриттің алдын алады десек те болады. С дәрумені адамдарға күнделікті өмірде өте қажет. Өйткені дене қызымын қалыпта ұстап, көңіл күйіңізге керемет әсер етеді. С дәрумені балмұрын мен барбадос жүйесінде көптеп кездеседі, бірақ бір тәулікке жететін мөлшерін тек киви жемісінен алуға болады. Дәрумен дәл терінің астында орналасқандықтан жемісті өте жұқа етіп аршу керек немесе сыртымен тұтыну керек. Сонымен қатар, бұл маңызды дәрумен ақ желкен, цитрустық жемістер, қара қарақат секілді жемістерде де кездеседі және ашытқан қырыққабатты да ұмытпау керек. Әрі қарай буын аурулары туралы сөз тарқатпас бұрын арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді сұраймыз. Осы айдың соңына дейін 10 мың оқырман жинауды мақсат қылып отырмыз. Сіздің азғантай әрекетіңіз бізге үлкен жол ашар еді. Рахмет. Үлкендердің көпшілігі аяғын баса алмайтынын, түнде аяқ қолы сырқырап ұйықтай алмайтынын, күндіз тізесі бастыртпай ауыратынын жиі айтады. Тіпті белі көтертпей таяққа сүйеніп жүретіндер де бар. Соңғы кезде бұндай сырқат түрі жасы 30-дан асқан азаматтардың да арасында белең ала бастады. Себебі неде? Аурудың емі қандай? Қазіргі таңда буын аурулары өткен заманға қарағанда өте жиі кездеседі.
Оны неге десеңіз, ең алғашқы себептердің бірі дұрыс тамақтанбау, химиялық заттарды қолдану, олардың ішінде рафинантталған көмірсулардың көп мөлшерде болуы буындардың құртылуына әкеп соғады. Сонымен қатар артық салмақтың болуы. Буындардағы шеміршек аралық майдың таусылуы, сүйектердің қисық бітуі, жарақат салдарынан сынған сүйектердің дұрыс бітуі, ревматологиялық аурулар түрлі буын сырқатына әкеліп соғады. Артық салмақ және жейтін ас, ішетін судың сапасыздығы да ауруға әкеп соғады. Мәселен, остеоартроз, коксартроз, остеохондроз секілді аурулар кезінде адам жүре алмайды. Жамбас, тізе буындағы буынаралық шеміршек майы азайып, екі сүйек бір-біріне қажалады. Алғашқыда аздаған ауырсынуды адам елемей жүре беруі мүмкін. Кейде ауыр жұмыс істегенде, көп жүргенде, бір жерде ұзақ отырғанда, баспалдақпен жоғары көтерілгенде адамның буыны сырқырап, бел мен жамбас сүйектерде ауырсынулар пайда болады. Бірақ демалғаннан кейін ауырғаны басылады. Осылай жалғаса береді. Бірақ сүйектер қажалған сайын ауырсыну күшейіп, адам тізесін бөге алмайды, ақсаңдап жүретін болады. Бірте-бірте ауру үдеп, тіпті қарыс адам жүрудің өзі мұңға айналады. Аурудың соңғы сатысында дәрі-дәрмек те жақпамай да көмектесе алмайды. Тек қана буын ауыстыру, яғни эндопротез салу керек болады. Бұрын егде жастағы адамдар буын ауруына жиі шалдығатын. Қазір қынжылтатыны ауру жасарып бара жатыр. Тіпті 30-ға тақалмаған жастардың жамбас тізе буындарына ота жасалу үстінде. Бүгінде буын ауыстыру отасы күн сайын жасалады. Жалпы буынды эндопротездеу 2010 жылға қарағанда 500-ден астам операция артық жасалған екен. Деректерге сүйенсек, әлемде әрбір үшінші адам буын ауруына шалдығады екен. Еуропа елдерінде бұл сырқаттың алдын алу, оны емдеу үшін түрлі әдіс-тәсілдер қарастырылған. Кейінгі жылдары заманауи емдеу әдістері біздің медицинаға да енгізіліп жатыр. Медициналық орталықта пышақ тигізбей, инвазивті емес әдіспен емдеу тәсілдері жиі қолданыста. Мәселен, бұрын тізе буын аурулары кезінде тізені кесіп, содан кейін барып қана нақты диагноз қойылатын, ал соңғы әдіс бойынша дәрігер үшкір құралмен тізені тесіп арнайы аппаратпен қарайды. Бұндай әдісті артроскопия деп атайды. Артроскопияның бір тиімді жері бір сәтте нақты диагноз анықтауға және буын ішіндегі кейбір ісіктерді емдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ иығы шығып кеткен науқастарға да жаңа тәсілмен ем жүргізіледі. Бұрын аяқ немесе қолдың сынған жері пышақпен кесілетін, сынық тазартылып, содан кейін барып протез салынатын. Ашық жараға инфекция түсіп, соңы іріңдеп кететін жағдайлар көптеп кездесетін. Ал қазіргі сынған жерге арнайы темір салынады. Дәрігер рентген арқылы оны қарап, кеспей бірден қозғалмайтын етіп бекітеді. Буын ауырмас үшін не істеу керек? Буын ауруынан құлан таза айығып кету қиын. Бірақ сырқатқа шалдыққан адамдар мүмкіндігі келгенше 5 келіден артық салмақты зат көтермеу керек. Затты екі қолына тең салмақта ұстағаны жөн. Биік өкшелі немесе табаны тегіс аяқ киім кию зиян. Аяқ киім өкшесінің биіктігі 3-4 сантиметрден аспағаны дұрыс. Тоқтамай ұзақ жүру денедегі артық салмақта буынға зиянын тигізеді. Дұрыс тамақтану өте маңызды рөл ойнайды. Тәтті бұрыш, сарымсақ пен пияз, саумалдық пен ақ желкен секілді көкөніс түрлері буынға өте пайдалы болып келеді. Ауырып тұрған буындарды қыздыруға болмайды. Егер буын қабынып тұрған болса, кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондай-ақ ыстық күнде аяқ шаршап ауырса, мұздай компресс жасаған дұрыс. Ал буын ауруының алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстану керек. Дене жаттығуларын жасап, құрамында дәрумендері мол табиғи тағамдарды пайдаланған дұрыс.